5 қалмақ бар қазақтың ішінде. 5 тайпа бар. Ал қалмақ деген қайдан шыққан? Шыңғысхан өзінің нояндарын жібермеген. Бұларға сенген. Кейін солардың ұрпағының бәрі Қытай болып кетті. Әмір Темірдің ағылшылары жер бермей ойратқа деген. Тәуке ханның бір баласын Тибетке алып кетіп, 10 жыл буддизм мектебінде оқытып, Будда қылып алып келеді ғой. Қазақ халқыменен ұқсастық жақтары бар бұлардың. Қазақтың 3-тен 2-сі қырылды деп айтады ғой. Бір Бөгенбай не істейді? О кезде Қабанбайлар әлі жас. Сонда да Әмір Сенаның өлігін сұратып алады ғой. Ойраттар болса, екі ортада бір буфер зона болар еді ғой. Кейбір тарихшылар геноцид ретінде. Геноцид 500 мың адам қырылған шығар. Жарты миллион адам. Сәлем достар, бұл қалам жобасы. Біз тарих, мәдениет және өнер тақырыбын талқылаймыз. Жоңғар десек, қазақ тарихы, оның ішінде соғыс, алапат, қырғын, халық басындағы орын толмас трагедия көз алдымызға елестейді. Расында қазақтың қауіпті әрі басты қарсыласы болған жоңғар дегеніміз кім? Олар қалай тіршілік кешті, өмір сүру салты қандай еді, және жоңғар хандығы жер бетінен қалай жойылды? Біз бүгін осы тақырыпта әңгіме өрбітеміз, ал сауалдарымызға жауап беретін белгілі тарихшы Тұрсынхан Зәкенұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізге сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет айтамыз. Рахмет сұхбатқа шақырғандарыңа. Өзіңізге қоятын алғашқы сұрағым, мынау қарапайым көрерменге түсінікті болсын деген ниет болып тұр. Жоңғар, ойрат, қалмақ дегеніміз кім тарихтағы? Енді сұрақты өте дұрыс қойып отырсың. Бұл 3 атау қатар жүреді өзі. Жоңғар, ойрат, қалмақ деген. Қатар қолданамыз ғой көп жағдайда. Иә. Енді осының ішінде ойрат дегені ең ерте. Ертедегі атауы. Онан кейін жоңғар деген атау шықты, онан кейін қалмақ деген атау шықты. Мен айтайын. Ойрат деген халықтың түпкі мекенденген жері мынау Саян бөктерлері. Шығысы Байқал, батысы Енисей, оңтүстігі Алтай. Бұл әсіл тегі түркі халқы. Ойраттар. Бұны мына Моңғол тайпаларымен қатар қоюға келмейді ежелгі. Бұлар орта ғасыр кезеңінде негізінен түркілік кеңістікте соның ішінде жасаған халық. Шығысында меркіттер, солтүстігінде қақастар, солтүстік батысында. Батысында алтайлар, оңтүстігінде наймандар мен керейлер жатыр. Ал енді сонда бұлар қайда барады? Бұлар сол ортада, сол кеңістікте төскейде малы, төсекте басы қосылып, бір-бірімен құдандалы болып, араласып, құраласып жасап жатқан халық. Ойрат деген сөздің өзі орман елі деген сөз. Бұл ежелгі атауы. Ежелде бұлар өзі 4 тайпа болған. Дөрбіт, өлөт, қойт және шорос деген. Бұл дөрбен ойрат деп аталған. Осының ішіндегі шоростар негізінен бұлардың ақсүйек тайпасы. Бұлардың төресі. Бұлардың өз төресі бар. Билік басындағылары. Шоростардың төлеңгіттері қойттар. Оның кейін жаңағы Амоний мен Домонийдің ұрпағы өлөт пенен дөрбіттер. Бұл қай уақыт аралығына сәйкес келеді аға? Бұл түркі дәуірі. Ежелгі түркі дәуірі. Түркілердің аңызы, жаңағы көкбөр аңызы, Ергенөгөн аңызы, жаңағы Ғуамарал аңызы монғолдардың. Сол бір кезең бұл. Біздің заманымыздың ар жақ бер жағы шамасы. Бұл қыр халықтарының өзінің өсіп өркендеу кезеңін сипаттайтын кезең. Сол кезде бұлар 4 болған. Жаңағы төлеңгіттерін қосып 4 ойрат, дөрбен ойрат деген осыдан шыққан. Ал кейін келе не болды? Бұлар Шыңғысханға өз еркімен берілді ғой. Сосын Шыңғысхан бұларға төре қоймаған. Өздерің бар екен, өздерің бағындыңдар. Сендер өздерің билеңдер. Деп Шыңғысхан бұларға өзінің нояндарын жібермеген. Бұларға сенген. Қыз алып, қыз беріскен. Ішкі ісіне араласпаған. Ішкі ісіне араласпаған. Бірақ ойраттар сенімін ақтаған. Шыңғысханның негізгі авангард қолы осылар болған.
сол кезде бұларды дала халықтарының жаңағы жорық жолында оң қол, сол қол, орта қол деген болған. Сонда бұларды сол қолға қойған. Сол қол деген сөз зұңғар. Жұңғар деген сөз осыдан пайда болған. Шыңғыс ханның әскери құрамасының сол қолы, зұңғарлар. Сөйтіп бұларға жұңғар деген атау 13-ші ғасырда пайда болды. Шыңғыс ханмен байланысты. Шыңғыстанның жорығы кезінде. Сосын бұл жаңағы 4 ойратты жалпы алып келіп жұңғар деп атады. Бұл екінші рет бұларға сол аттың қалай берілгендігі. Ал қалмақ деген қайдан шыққан? Қалмақты айтқан кезде бұл 4 ойрат өзі 15-ші ғасырға келгенде бұлар дамып 6 ойратқа жетеді. Қалай? Бұлардың құрамына мына Шыңғыс ханның інісі Абдухасар деген. Бұл енді Хасар ғой. Соның 8-ші ұрпағы Орақ Темір деген өзінің туыстарыменен шығыспай ойраттардың құрамына кеп қосылады. Бұл 15-ші ғасыр кезеңі. Бұлар хошуттар деп аталған. Бұлар әсілі қияттар. Шыңғыс нәсілі. Бөржігіндер. Солардың ішінен хошуттар кеп кірген. Дәл сол кезде тағы да бұрынғы Керей хандығының жұртында қалған тағы бір тайпа Торғауыттар. Торғауыттар бұл керейлердегі. Түп тамыры, Иә. Осылардың ішінен Қиян деген тағы бір бегі келіп ойраттардан жер сұрап, Бөкімөрін деген Алтайдың шығысында бір өзеннің бойына кеп қоныстанып отырып, сол жерден ойраттарға елші жіберіп, біз сендерге ел болайық деп ойраттарға кеп, сосын ойраттың жаңағы қоңтайшысы бұларды қабылдап, сосын бұлар ойрат құрамына кірген дейді. Торғауыттар. Торғауыттар қазіргі Волга торғауыттарының ішінде, Еділ торғауыттарының ішінде Керей деген негіз тайпасы бар. Бұлардың жетекші тайпасы. Бұлардың ежелгі Кереймен байланысы бар. Содан бұлар Алтауға өзгерді. Алтауға өзгерді, көбейді. Арада 2 ғасыр өткеннен кейін, енді ел болғаннан кейін бұлар жерге сыйыспайды. Анау мынау ұру ара қақтығыстар болады. Сонымен мынау торғауыттар, біз бәрі бір ел болмайды екенбіз, мынау ойраттың құрамына кіріп біз бөлек тұрайық деп, бұлар 1640 жылы Еділ бойына көшіп кеткен. Батысқа қарай, Хоролық деген бұлардың тайпа көсемі бастап, батысқа көшіп кеткен. Сол кезде оларға ермей қалған 5 тайпа қалмақтар деп аталған, қалып қалғандар деп. Ермей қалғандар. Ермей қалғанды қалмақтар деп атаған дейді. Бірақ Волгаға барғандарды да қалмақтар дейді. Неге? Өйткені бұны орыс тарихшылары, орыс деректерінде бұлар мына Жұңғариядан келді, Жұңғариялықтарды қалмақтар деп атайды, сондықтан бұлар да қалмақтар деп, олар да қалмақтар болып аталып. Яғни қалмақ хандығы деген бар ғой ол жақтағы. Енді Калмыкия. Бұл сұраққа ораламыз. Елеста деген жаңағы. Ал Жоңғар хандығы қалай құрылды аға? Оның құрылуына қандай бір тарихи оқиғалар, жағдайлар себеп болды? Ойраттар. Мен жаңа айтып өттім, Шыңғыс ханға өз еркімен берілді деп. Сондықтан бұл Шыңғыс ханның авангард, ең маңдай қолын бастап жүрді бұлар. Бұлар Орта Азияға бағындыруда, Иранды, Кавказды, оңтүстік орыс даласын, тіпті Қырымға дейінгі жорықтардың барлығында осы ойраттар ең негізгі алдыңғы шепті басқа. Бұлар өзі жауынгер халық, воинственный халық. Сонда бұл олардан қайтып келгеннен кейін бұларды Қытайға қарсы жорыққа салған. Қытайды бағындырды. 13-ші ғасырдың 60-шы жылдарында негізінен Қытай бағынды, күйреді. Тарихшылар оны кішкене, Қытай тарихшылар кейінге қарай созады. Мүмкіндігінше кейін күйреген қып. 1271 жылы деп әкеледі. Ең соң ғана бір қашып жүрген бала суға секіріп өлгенге дейінгі кезге әкеледі. Үйтіп соза берсе, ол көптеген хандықтардың тарихын кейінге апаруға болады. Бірақ шын мәнінде 1260 жылы Кайфың күйрегенде Қытай негізінен моңғолдарға бағынып болған.
Сонда 1260-тан 1368 жылға дейін бүкіл Қытай Моңғол империясының қол астында тұрды. Осы кезде ойраттар тағы да осы Қытайдың әр жерінде жаңағы негізгі әкімшілік қызметте болды. Әскери қызметте. Ойраттар ғана емес, мына киіз туырлықты халықтар, түріктер, біздің қазақтың ру тайпалары сол кездегі Қаңлы, Керей, Найман, Жалайыр, тағы басқа, Қоңырат. Осылардан апарып, мына Қытайдың ішкі Қытайға апарып, мәнсапқа қойып, сол жерде әскери әкімшілік тұрғыдан басқартқан. Бірақ кейін солардың ұрпағының бәрі Қытай болып кетті. Бәрі Қытай болып кетті. Жат жерге барып сіңіп кеткенді, енді кейін енді оны біздің ата-бабамыз еттеуге тағы келмейді әрбірдеңнен кейін. 1368 жылы келгенде Моңғол әулетінің бағы қайтты, Шыңғыс әулетінің, Құбылайдың. Ол енді бой бермей қалғандарына орталықты сол Пекин жасады ғой, Қанбалық жасады ғой. Бірақ оған өзінің туған бауырлары, аталас ағайындары, кіші әкелері бәрі қарсы болды. Жоқ, Қарақұрым болу керек Астана. Пекин бізге жат жер, ол бізге Астана болма, біздің Моңғол империясының астанасы Қарақұрым болу керек деп осыған таласып бұлар соғысты. Ал енді ойратқа келетін болсақ, 1368 жылы Мин патшалығы құрылып, Моңғолдар Пекиннен кеткеннен кейін бұлар өзінің солтүстіктегі байырғы жеріне қайтып барды. Қарақұрымға қайтып барды. Бұны енді Қытай тарихында кейде айтады, кейде айтпайды. Бұл солтүстік юань деп айтады бұны. Солтүстік юань. Яғни юань патшалығы дейді ғой олар Моңғол империясын. Бірақ Моңғол империясы күйреген жоқ. Бұл кезде ары қарай жалғасты деп айтуға болады. Тарихи тұрғыдан. Осы кезде де ойраттар осы империяны сақтап қалу үшін күрескен. Бірақ Моңғол әулеті, Тоған Темірдің әулеті, ең соңғы Юань патшалығының соңғы императоры Тоған Темір ғой, және одан кейінгі хандар біртіреп әлсірейді. Бұрынғы күш қуат, бұрынғы бет бедел одан айырылады. Мемлекетті ұстап тұру қиынға соққан кезде ойраттар шығады тарих сахнасына. Сендер енді сөздің қысқасы мемлекетті Шыңғыс ханның мемлекетін ұстасаңдар дұрыстап ұстаңдар, ұстамасаңдар бізге беріңдер, біз оңап берейік дегенге келеді. Билікті біз дұрыстап берейік. Әңгіменің қысқасы дейсіз ғой. Қысқасы осыған келеді. Көрдіңіз бе? Бұған енді ана Моңғол әулеттері, Шыңғыстың әулеттері, төрелер намыстанып жол бермейді. Бірақ сол кезде ойраттың ішінде әлгісі Есентайша деген болған. Өтті құдіретті, өтті жеңімпаз жауынгер патша болған. Сол шығып, о кезде ол патша емес, о кезде қолбасы. Моңғол ойраттың қолбасы сол. Батыр ғой. Батыр. Сол шығып жаңағы Мин патшалығына соққы береді ғой. Мин патшалығының 500 мың әскерін 25 мың әскерменен жойып салады. 25 мың әскермен 500 мың әскерді жойып. Және императорды қолға түсіреді. 25 мың әскермен? Иә. Қытайдың сол кездегі Мин Йинзыңдың патшасын қолға түсіреді. Пленге алады. Ойлап көр. Бұл дүние тарихында оқып пе едің осы тарихты? Жоқ. Демек, соғыс тактикасы өте жетік болған ғой. Иә, қанша дегенменен бұрынғы Шыңғыс ханның бүкіл көшпенділердің соғыс тактикасы әлеуеті қайтпаған кез ғой ол. Әйтпесе көзге елестету қиын ғой. Көзге елестету. Анадар жаяу әскер, мынадар атты әскер. Және соғысқа жетілген. Бұл Шыңғыс ханның әскерлері кезіндегі. Олар оңай ма? Ұлы қорған бұзып өтіп, жаңағы Тумобо шайқасы деп аталады. 1449 жыл болған оқиға. Сонда императорды қолға түсіріп, содан жаңа Пекинді босатыңдар дегенге келеді. Пекинді босатыңдар дейді. Бұл біздің астанамыз. Бірақ уәзірлер жаңағы ордада қалған әскер басылар жанталасып, біреу айтады, қой берейік, кетейік осыларға. Біреу айтады, жоқ, біз бұны қорғап қалуымыз керек. Егер бұдан айырылса, онда біз Мин патшалығы, онда біз өмір сүрмей ақ қоямыз. Онда біз жойылған қасеп боламыз. Сондықтан өлсек те, тірілсек те, мына Пекинді алып қалуымыз керек, сақтап қалуымыз керек дейді.
Онда патшамызды қайтеміз? Ол жау қолында қалды. Оны өлтіреді ғой олар дейді. Сонда айтады, бізге патша емес, бізге Астана керек. Деп жаңағы уәзірі тұрып алады. Және ол патшаның інісі бар еді. Соны патша тағайындайды. Патша таққа отырғызады да, патша табылады. Жер, Астана, ол қайталанбайды. Одан айырылсақ, мемлекеттен айырыламыз. Деп ана інісін патша қылып қояды да, қабылдамай Пекиннің қақпасын жауып кіргізбей қояды. Сонда ойла, жаңа Есентайша бір ай, 2 ай тосып жатып, қыста суық, мал жаңағы жем шөптен қиналады, мініп жүрген аттары, адамдар тарыға бастайды. Оларға азық керек, азық түлік керек. Сонымен ақыры не істейді? Қайтады. Есентайша ойраттың. Қайтқан кезде жаңағы императорды не істейміз мынаны енді? Қоя берейік па, өлтіре салайық па дейді. Қол астындағылар айтады. Бұны енді өлтірейік, енді ала алмадық Пекинді, мынаны қайтеміз дейді. Жоқ, бұны өлтірмейміз дейді. Бұны алып қайтамыз. Бұның өлгенінен тірі жүрген артық бізге пайдалы. Сондықтан алып кетейік деп алып барып, 1 жыл ол Қытайдың императоры моңғолдардың ордасында қыстап шығады. Келесі жыл тағы шабуыл жасайды. Тағы шабуыл жасағанда тағы бермейді Астананы. Сосын қоя береді. Ол тірі қайтып барады. Қайтып барғаннан кейін енді оны көз көргендері бар, бұрын қол астында болғандары бар. Сонымен оның бетін қимай, оны қолдайды. Бірақ мемлекет 2 жар болады. Осы 2 жар болғаннан оңалмай, бұл мемлекет кейін манжулардың шабуылымен күйреді. Есеннің осы жасаған ерлік үшін кейін бұл моңғол менен ойраттар бірдей қолдап, бұны моңғол ойраттың бас қаны қылады. Тұңғыш рет моңғол мемлекетіне, империясына Шыңғыс әулеті емес, ойраттан хан тағайындалады. Хан отырады. Сонда өзіңіз ойлаңыз, ойраттардың қандай күшті екендігін, қандай жауынгер халық екенін осы жерден ойлаңыз. Кейін бірақ оны хан тағына отырғызып баса да, моңғол әулеті бәрібір ар-намысқа салып кішкене бұның хан болып отыруына наразы болады. Қайтадан хандықты өздері тартып алып, моңғол әулетінің қолына билікті бергісі келеді. Конфликті басталады. Даян ханның кезінде ойраттар менен моңғолдар соғысады кәдімгі. Өзара. Жау болып. Көрдіңіз бе? Содан кейін ойраттар айтады, қой. Бұларды біз жеткіздік. Жолында өлдік. Атақ-даңқын асырдық. Мемлекетін осы жерге дейін әкелдік. Енді бұлардың бізде өкпесі болмасын. Біз кетеміз дейді. Сөйтіп бұлар батысқа кеткен. Батысқа кетіп қазіргі Хокнұр, онан кейін біртіндеп Шығыс Түркістанға, Құмылға, Алтайдың шығысына келіп, осының бірте-бірте кеп. Осының бәрі 17 ғасырдағы жоңғар хандығының енді атауы солай еретінде. Соның бастауы бұл. Бастауы. Бұлар қайдан келді дегенде, бұлар сол моңғол империясы жойылғаннан кейін, солар әлсірегеннен кейін бұлар өздері бөлек шығып, бұрын бұлар сол империя үшін қызмет еткен, кейін олар одан бас тартып, батысқа қарай көшіп, өздерін 4 ойратын қайта жинап алып, батысқа келеді ғой. Батысқа келгенде қазір Шығыс Түркістан шегіне келеді. Осы жерде Іле, Алтай, Тарбағатай, Ерен қабырға, арғы жағы Құмыл, осы жерлерге келіп орнығады. Бұл 1465 жылдар, дәл біздің қазақ хандығы Шу бойында құрылып жатқан кезде, бұлар да Шығыс Түркістанды негізінен иелеп болады. Ал енді мына жоңғар хандығындағы негізгі тайпалар кімдер еді? Сөз басында шеш жағасын айтып өттіңіз ғой, енді ойраттардың 4 тайпадан құралатын басында. Және ішінде қайсысы басымдыққа ие болды? Бұлардың ішінде басым тайпа чоростар ғой, билік сол чоростардың қолында болды. Олар төре тайпасы. Одан кейінгі бір жетекші тайпа қошыттар болды. Олардың тегі Шыңғыс әулеті дедік қой. Осы қошыттар менен чоростар бірде жақсы, бірде жаман болып сөйтіп тұрды аралары. Өздерінің арасында, е? Қошыттың тайжелері
соның ішінде мына күнделең тайшы дейді, абылай тайшы дейді, даян. Осылар мына Батухун тайшы менен аралары жақсы болмаған. Бұның өзі басы бірікпеген ел. Жалпы бұлай сырттай бір тұтас ел болып көрінгенімен, жаңа келу қайнар әртүрлі болып отыр ғой, мен жаңа айтып өттім ғой. Иә. Сондықтан бұның ішінде жаңа төбі төрт ойрат бір болды да, сырттан келген Хошитпенен, содан кейін мына жаңағы кейін келген жаңағы Торғауыттармен арасы жақсы болған жоқ. Бұлардың бір шеті еділ бойы, бір шеті қалқа, бір шеті Тибетке дейін шашырады ғой. Көрдіңіз бе? Енді Тұрсынхан аға, бір қарапайым тілмен айтсақ, моңғолдарға қолын бір сілтеп, батысқа қарай келіп, Шығыс Түркістанды айтып қалдыңыз ғой. Осы ретте мынау 17 ғасырдағы әңгімеге келсек, енді осы тұстары, осы жоңғар хандығы қай жерлермен шектесті, негізгі жер аумағы қай жерлер болды, қай аймақтар? Сен енді Батыр Құңтайшының кезін айтып отырсың ғой. Ердени Батыр Құңтайшы деген бұл Қарақұланың ұлы ғой. Қарақұла негізінен осы Шығыс Түркістанға алып келген бұларды. Сол кезде орныққан. Енді одан бұрын да айтады. Тіпті бұл ойраттар осы жаққа келуді ерте ойластырған екен. Мен саған айтайын. Алдын ала ма? Ертерек Әмір Темірдің кезінде. Деректер айтады, Әмір Темір Тоқтамысқа қарсы жорық жасап қайтып келе жатқанда Қаратаудың күнгейінде дейді, Ақташ деген жерде дейді, ойрат елшісін қабылдады дейді. Сонда ойрат елшісі оған бекер келген жоқ, ол жер сұрап келген. Әмір Темірден. Бірақ Әмір Темірдің ақылшылары жанындағы. Мықты болған ғой. Жер берме ойратқа деген. Жер берме. Сонда Әмір Темір біраз тынығып, оң сөлін түгендеп алғаннан кейін 1405 жылы жорыққа шығады ғой. Неге шықты ол? Мақсат ойрат пенен ар жағындағы Мин ордасына соққы беру үшін шыққан. Егер сол кезде Әмір Темір сәтті жорық жасаған болса, егер өлмеген болса, Құдай оның жанын аман сақтаған болса, ол сол жорығын түбіне жеткізер еді. О кезде ойрат қаупі деген болмас еді. Тарихта, Иә. Батыр Құңтайшының кезінде келгенде ойрат мемлекеті негізінен қалыптасты деуге болады. 1635 жылдары ойрат мемлекеті қалыптасқан. Бұл 1635 деп отырмын ғой. Одан 5 жылдан кейін ойраттар сенгенің кезінде, қателеспесем, осы жерде ойраттар үлкен құрылтай өткізеді. Бүкіл халқа моңғолдарын, өр моңғолдарын шақырып, 3 моңғолдың басын қосады. Бұлар 3 моңғол ғой. Бұлар да моңғол болып кетті ғой кейін енді. Шығыңыз әулетімен қыз алып, қыз берісіп, солардың есігінде жүріп, солардың қызметінде жүріп, бұлар да сол бұрынғы түркілік несін жойып, моңғолданып кетті. Сөйтті де түбі басқа болғанменен ендігі кезде бұл моңғол этносының бір бөлігін айналып қалды. Оның 3 тағанының бірін айналды. 3 жұртының бірін айналды. Бұны Қытай тарихында батыс моңғолдар деп атайды бұларды. Ойраттарды ма? Ойраттарды батыс моңғолдар деп атайды. Халқа моңғолдары қазіргі Монғолия, Моңғол Халық Республикасы. Өр моңғолдары қазір Қытай шегіндегі моңғолдар. Батыс моңғолдар бұл ойраттар. Сол кезде 1640 жылы үлкен құрылтай ашады. Осы құрылтайда ойраттардың жазуын, ойрат заңын, сазым бишік деген заңды, сонен кейін ойраттардың дінін бекітеді кәдімгідей. Дін Тибет буддизмінің лама мазхабы. Сары дін. Жазуы Тотын моңғол жазуы. Заңы сазым бишік. Ол заң Есім ханның ескі жолы мен Қасым ханның қасқа жолымен негізінен сәйкес келіп тұр. Ұқсайды. 9 айыптар, жер дауы, жесір дауы, бәрі ішінде. Шыңғыс ханның заңдарынан кезіндегі? Одан да алынған. Одан да алынған. Оған дейінгі діни ұстанымдары қандай болды бұлардың? Тәңір діні болды. Тәңір.
бізбен бірдей болған бұрынғы бұлар жалпы көшпенділер кеңістігі тәңірден де болған. Бірде екілі сыртқы діндер әсер етті. Манихей дейді, Несториан дейді, буддизм енді ертерек келген. Дәл сол кезден бастап пышақпен кескендей шорт осы буддизмді қабылдап алды деген. Одан бұрын да оларға әсер, бірақ дәл сол кезде ресми түрде буддизмді мемлекет діні ретінде бекіткен. Қателеспесем, қазақ даласында сол іздері бар, Буддаға қатысты, осы жоңғарлардың. Мен сізге айтайын, бұл мына соғыс неге болды? Соғыстың бір себебі, бірі қазақтың жерін алу, екінші халықтың өзін алу. Халықты алу үшін не істеді? Оларды буддизмге кіргізбекші болды. Тәуке ханның кезінде бұл күрес қатты жүрген. Мен сізге айтайын, Тәуке ханның бір баласын Қалдан Бөшікті хан Тибетке алып кетіп, 10 жыл буддизм мектебінде оқытып, Далай ламада. Содан алып келеді ғой. Алып келгенде 500 ламаны атқосшы ретінде Тәуке ханның ордасына алып келеді. Тәуке ханның ордасы осы Есіл бойында болған. Тәуке ханның баласы кәдімгі, Тәуке ханның баласы Сұлтан деген. Аманатта болған ба, немесе тұтқынға түскен бе? Аманатта болған енді. Бір сол кезде бір-біріне былай тыныштық үшін, бейбітшілік үшін хандар бір-біріне баласын беретін. Көне түркі дәуірінен, тіпті ғұн дәуірінен келе жатқан бұл аманат. Бұл сенім мен достықтың, тыныштықтың белгісі. Кепілі. Кепіл ғой, Иә. Ана ғұндардың баласын ержелерге беретінін білесің ғой? Иә. Баласын беріп қойып, артынан соғыс ашатын сияқты. Мөде ханның. Дәл сол сияқты. Сол баланы ол жай қолдарында ұстап отырмайды. Оған кәдімгідей буддизмді сіңіріп миына. Буддаға алып келеді ғой. Тақыр басқып, мойнына маржан салып, сары мантасын кигізіп, Қазақ даласына алып келеді. Қазақ даласына Тәуке ханның ордасына алып келеді. 1697 жылы. Сонда Тәуке хан баласын көріп шошып кетеді. Және жаңағы еріп келгендердің барлығы ол жай монахтар емес, іштеріне қылыш жасырған әскерлер. Сол жерде бұйрық береді, Тәуке хан бәрінің басын алдырады. Қандай қатал Тәуке хан? Ойла. Ол ештеңеден қорықпаған. Солтүстікте Ресейден де, мына жақта Ойраттан да, ар жағындағы кімнен, Ежен ханнан да қорықпаған. Қоқаннан да қорықпаған. Олардың елшілерін айлап, жылдап ұстаған. Бұл оқиға орын алғаннан кейін сол кезде Қалдан Бөшікті хан және сосын ол өлгеннен кейін кім? Суанрабдан Ежен ханға хат жазады. Бізге осындай қиянат жасады, бізге адамдарымызды қырып тастады, сондықтан біздің керуенімізді тонады. Сондықтан мен қазақтарға қарсы соғыс қозғауға мәжбүрмін деп өзін өзі ақтайды. Бұлар енді дала заңын бұзған секілді көреді ғой. Дала заңын бұзғанда бұл дініне тиіп отыр ғой. Діни сеніміне. Бұл қабылданбайтын әрекет қазақтар үшін. Яғни қазақтарды Буддаға сендірмекші. Және оның баласын Буддаға алып келу деген сөз ол қорлау ғой. Мұсылманның қағидатында ол келмейді ғой. Және ол мұсылманның қағидаты ғазат жасау. Жат діндерге қарсы. Және мұсылманның нүсрет табу үшін өмір бақи күресу. Сондықтан ол хақ дін үшін сол жерде барын салады және батыл шешім қабылдайды. Сөйтіп, аналардың басын алғаннан кейін жаңағындай жағдай орнады. 1698 жылы үлкен шайқас сол кезде пайда болады. Сол оқиғадан басталады ғой. Осыдан кейін. Енді бұл сұрақтарға дағы сұхбат барысында тағы ораламыз. Енді осы жоңғарлардың тұрмыс салты, тіршілігі қандай еді? Енді көшпелі ел болды ғой, бұларда көшіп қону. Солай ғой аға, Көшпелі? Иә, қазақтармен ұқсас болды ма, қандай бір ерекшелік болды, шаруашылығында болсын, неге арқа сүйеді, осы бір сұраққа жауап беріп көрсін. Бұның енді көпті көрген халық бұлар. Бұлар көпті көріп, төселген, шыңдалған халық деп айтсақ болады.
жаугершілікке де, өмірге, тұрмысқа да шыңдалған халық. Олар буддизмге кейін келді. Жоғарғы зиялы қауымы буддист болып кетті. Бір жаманы бұлардың. Бүкіл Моңғол халқы буддистке айналды. Буддизм бүкіл Моңғол халқына олардың жауынгерлік рухын, ерік жігерін жойып жіберді деп айтуға болады. Қазақтар буддизмді қабылдамаған саналы түрде. Баяғыдан бас тартқан. Біздің бабамыз Тоныкөк Күлтегіннің кезінде бұдан бас тартқан. Күлтегін осы буддизмді қабылдаса қайтеді, қаласаса қайтеді. Буддизм монастыр құрып, бізде тәубаға кеп, құлшылық есе қайтеді Буддаға дегенде, ондайды айтпа деген. Бірақ жоңғарлар соған тырысты. Бұл қару қайраттың жол емес. Ол адамды кісәпірлікке, пірадарлыққа, содан кейін нәзіктікке баулайтын. Жауынгерлігіңнен айырыласың деген. Аттан түсіп қаласасаң, қала салып отырықтансаң, сен табғаштардың 100-ден 1-не жетпейсің, бір күні табғаш келіп сені басып алады. Сол жеріңде құртады сені. Сондықтан көшпенді салтымызды сақтаймыз, буддизмге қабылдамаймыз, тәңір дінімізді ұстанамыз. Егер ел болып қаламыз десек деп сол кезде Тоныкөк солай айтқан. Сөйтіп қазақтар талай кезге дейін сол инерциясымен сол дәстүрін сақтай отырып келіп, барып мұсылманды қабылдады. Кейін аланадар буддизмді қабылдағаннан кейін бұлардың тұрмыс дәстүрі болмыс өзгере бастады. Болмыс өзгерді. Зиялы дегендері буддист болды. Жаңағы бұтханаға кіріп ап, құлшылдық жасау. Бұл бір көрініске айналды. Екіншіден бұлар мал шаруашылығын сақтады. Мал шаруашылығымен де бұлардың кейбір діни нанымдары қарама қарсы келген тұстар бар. Соны бұлардың жерлеу дәстүрінде өлікті апарып далаға тастап, түйеге теңдеп барады да далаға арқанын қиып жіберіп, жаңағы далаға тастай сап қашып қайтып келеді ғой. Ит құсқа, құзғынға тастайды. Ит құсқа, құзғынға. Бұл Тибетте бар нәрсе. Соны бұлар қабылдайды. Жерлемейді. Бұл бұрын көшпенділердің салтында болмаған дәстүр. Олар отырықшы болды ма арасында? Отырықшылық бұларға сол Батыр Құнтайжыдан кейін кезеңде, әсіресе 17 ғасырдың соңы мен 18 ғасырдың бас кезінде бұлар отырықшы өмірге ден қоя бастады. Бұлардың негізгі ордасы Тарбағатайдың күнгейінде болатын. Біреулер Қобықта дейді қазіргі. Қобықта да бір көне орданың орны бар. Кейін бұдан көшіп, жылы, қолайлы Іленің бойына, қазіргі Текес өзенінің бойына барып, сол жерде Қалмақкүре деген жер бар, Текестің бойында. Сол жерге барып орда салады. Бұл қазір арғы бет қой, бұлардың барлығы. Мына біздің Кеген Нарынқол содан өте қалғанда, Текес өзенінің бойында тұр. Таудан асып түскенде дейсіз ғой. Кетпен тауының күнгейінде. Кетпен деген тау бар ғой. Сол Кетпен тауының күнгейінде Қалмақкүре деген бар. Сол Қалмақкүре Суан Рабданның кезінде орныққан ордасы бұлардың. Сосын кейін оның маңайында жатақшы жұрттар пайда болды, отырықшы. Содан кейін дәл осы кезде бұлар әскери әлеуетін күшейту үшін қолөнерге, ұсташылыққа дем қояды. Және де егін ектіреді. Оңтүстіктен, Қашқардан, Хотаннан, Күшардан, Ақсудан, Қарашарыдан көптеген мына жатақшы жұрттарды, ұйғырларды, бірақ ол кезде ұйғырлар деп ол жерде аталмаған, ол сарттарды алып кеп Құлжаға егін ектіреді. Оларды сол кезде тараншылар деп атаған. Тараншымыз деп атаған. Олар өздерінде тараншымыз деген. Тараншы деген сөз, егінші деген сөз. Сол тараншыларға егін ектіреді, тараншыларға Құлжадай керемет жер, ол жәннаттай болып елестейді. Қайда келіп қалдық деп таңғалады. Қара топырақ, топырағы құрттап жататын, қара топырақ құнарлы, алма ағаш гүлдеп тұрған, сай-саласы сарқыраған су. Сондай жылы жер. Сонда жатып қалады ғой тараншылар. Егін егіп, тіршілік істеп, байып, мал өсіріп, бау-бақша, қора-жай салып. Міне, бұл Құлжа іле бойындағы ұйғырлардың алғаш қалыптасу тарихы осылай.
мынау сөз арасында ойраттардың енді кейінгі жоңғарлар дей берелікші енді түсінікті болу үшін бір жағынан айта бер, жоңғар дей бер, қалмақ дей бер, бәрі бір. бір ұғым ғой енді айналып келгенде өзіңіз түсіндіріп бердіңіз басында бәрін жіліктеп әскери тәртібі не қарай ойыссақ өйткені өте жауынгер халық болғанын айтып отырсыз. Расында осы жоңғарлардың әскери тәртібі мына Шыңғыс ханның әскери тәртібімен, заңымен, соғыс өнерімен үндесетін бе еді аға? Үндеседі. Өйткені содан соның мұрагері ғой бұлар. Көне жасақ заңы, ондық, жүздік, мыңдық, түмендік соған сәйкес әскери иерархиялық жүйе, жаңағы нояндар жүйесі. Сол арқылы әскерді орналастырған оң қол, сол қол, орта қол, маңдай қол. Содан кейін жаңағы шолғыншы қол, артқы тосқауыл деген сияқты. Сосын кейін күрен, орданы айнала тігетін, сақауыл, бөкеуіл, бәрі содан қалған. Бұл енді арғы жағын қосақ, бұл көне ғұн түркілерден келе жатқан. Бұл сабақтастықты үзген жоқ деп айта аласыз. Үзілген жоқ. Бұл қазақ хандығында да осындай тәртіп болды. Ал енді мынау табиғаты қандай болды? Жаулап алған жерлерін аяусыз жазалайтын ба еді? Бұл жағында не айта аламыз аға? Табиғаты қандай? Табиғаты жауынгер деп айтып қалдыңыз ғой. Қазақ халқыменен ұқсастық жақтары бар бұлардың. Бұлар сондай кейбір қаталдығы да бар, кеңдігі де бар халыққа. Қатал кезде өте қатал. Қаталдықтар болған. Мысалы, қазақтың жаңағы жеріне шабуыл жасаған кезде жаңағы қолға түскен халықты қол аяғын матап жаңағы өзенге тастаған, жаңағы өзеннің мойнына тас байлап өзенді сонымен бекіткен деген сияқты сондай кейбір сондай айтылады енді. Жаңағы аяусыз жаныштаған, қырғындаған ондай жерлері бар. Қатал болды. Ал енді жаңағы жұмсақ жері қай жерде? Жаңағы қолға түскен тұтқындарға қатал болып тұрып аяушылық жасау өзара. Кейде кешіре салу ол жағдайлар да бар. Бұл қазақта да бар табиғат қой. Қазақтардан да оларға көп тұтқындар түскен. Абылай ханды кезінде босатты. Олардың бәрін басын кесіп өлтіріп тастаған жоқ. Құтқарып жерді. Кейде көрсе де көрмеске салды. Қанша дегенмен далалық табиғат бар бойында. Далалықтарда жалпы түрме болмаған. Ғұн заманында, мысалы Аттила Римге шабуыл жасаған кезде римдіктердің гладиаторын жек көрген. Адамдарды түрмеге қамап, адамдарды айуанменен жекпе-жекке шығаратын сондай халыққа қанша жерден мәдениетті, өркениетті болса да оған түкірген. Мұндай халыққа жазалау керек бұларды. Сондықтан аяушылық жасамаған оларға. Басып алған Римді жаңағы. Сондықтан көшпенділердің өмір салтында бір адамдарға деген аяушылық болған. Қара үй дейді, қамақ қояды. Бірақ сол қара үйді адамдарға қарайласып отырған. Табиғатында. Жоңғарларда да түрме болмаған, түрме болмаған жоңғарларда да. Түрмесі қара үй. Бір қара үй болады, соған байлап қояды, қазыққа қағып, қол аяғын матап, алдына тоңмай, қатқан құрт бірдеңкелерін қойып қояды, соны қажап жатады. Анда-санда жаңағы бұл қызық қой енді. Сөйтіп жүріп, небір батырлар қолға түсіп қалған, соған Моңғолдың қыздары ғашық болып қалатын жағдайлар болған. Мысалы, Салқам Жәңгірдің өзіне енді Күнделең Тайшының қызы ғашық болып қалған. Қолында жатқан кезде. Тұтқында болған кезінде. Сол қыз құтқарып, екеуі қашып кетеді. Тәуке ханның шешесі Күнделең Тайшының қызы ғой, Бәну ханым. Күнделең Тайшы деген жаңағы Қошыт. Абылай Тайшы, Күнделең Тайшы. Бұлар жаңағы кімге қарсы? Бату Құнтайшыға қарсы оппозициядағылар. Бату Құнтайшының қазақ жеріне жасаған шапқыншылығына қарсы болған. Өйткені оның қызы қазақтардың ханының әйелі.
Сондықтан мен балаларыма, балама, ұлысыма өзімнің қарсы мен қол жібермеймін деп, ол қол бермей қойған Бату Құнтайшыға. Сондықтан Бату Құнтайшы сен неге қол бермейсің деп екеуінің арасында қайшылық пайда болған. Бір қызық деректің шетін шығарып отырсыз ғой. Енді бұл былай да енді көпшілікке белгілі ғой. Мынау осы қазақ хандығы тұсындағы мынау қалмақтан қыз алу, белгілі бір хан сұлтандардың батырлардың әйелі қалмақ болған, немесе шешесі, анасы қалмақ болған. Көптен белгілі жағдай. Осындай бір тағы бір қызықты деректерді келтіре аласыз ба? Және бұл жаугершілік сипаттағы құбылыс па? Шапқыншылықта олжаға түсіріп әкелгеннен кейінгі, немесе басқа дипломатиялық мақсаттағы жағдай ма еді? Қайсысы басым болды қазақ қоғамында? Ол өз ыңғайына қарай болып жатты барлығы. Мақсатты түрде істелген деп айта алмаймын. Ораты келгенде солай болып жатты. Жәңгір ханның Бату Құнтайшыға қолға түсуі, оны Күнделең Тайшының қызының құтқаруы, тағы да кейінгі Әмірсананың қазақ жеріне 3 рет келуі, көмек сұрап, және қыз алысып, Абылай ханмен қыз алысып, қыз беруі. О жерде дипломатия бар біраз. Шын мәнінде. Енді бірігу керек. Енді сыртқы жауға, сыртта ойдағы орыс, Қытайға қарсы тұру үшін күш біріктіру керек. Мына жақтан Ресей империясы келе жатыр. Мына жақтан Мәншин империясы келе жатыр. Не істеуіміз керек? Біз 300 жыл бойы алыстық бір-бірімізбен. Енді бірігейік деген сондай бір ниет бар. Ондай да болған, Ондай да болған. Бірін-бірі түсінген. Алысып, соғысып, елдесе келіп, белдесіп, белдесе келіп, елдесіп жүріп, бірімен бірі түсініскен. Батырлар да, хандар да, екі жақта ары бері жүретін ұры-қарылар да, серілер де, кезбелер де, таңертең тұрып, ойраттың үйінен тамақ ішіп, кеште келіп қазақтың үйінде қонып жататын, немесе керісінше талай жүретін кезбелер екі ортада. Саудагерлер, бұл адам болғаннан кейін соғыстан басқа да тірліктер бар ғой. Өне бойы соғысып өткен жоқ дейсіз, Өне бойы соғысып өткен жоқ. Және бір-бірімен араласып отырған қазақ менен кімдер? Ойраттар. Мысалы, Батыр Құнтайшының кезінен бастап кешегі 1757 жылға дейін ойраттар жойылғанға дейінгі аралықта шығыс өңірлер, әсіресе Тарбағатай, Алтай, Қалбатау, Шыңғыстау, Жетісу, бұл жақта қазақтар араласып отырған бір-бірімен. Бір ғасырдан астам уақыт. Мына 12 қазылық ой-түңдік дейді. Осының бәр жерінде ойраттар мен қазақтар араласып отырған. Және қыстаған осы жерлерде қыстап, жазда бірге өмір сүрген. Сол кезде бірін-бірі қойшылар, болмаса жылқышылар бірінің малын бірі шауып кетіп, өз ауыл арасында төбелестер болып жатқан. Үлкен қосындардың бір-бірімен соғысы бір басқа. Ауыл арасында да төбелестер, ауыл арасында да қыз алып қашу, бір-біріне барып құда болу, ондай жағдайлар болып жатқан талай. Үлкен қақтығысқа ұласпайтын. Үлкен қақтығысқа ұласпайтын өзара. Бірін-бірі мойындау, бірін-бірі ұрып жығу, бірін-бірі мойындау, дос болып кету болып тұрған нәрселер. Сондықтан біз ойрат қазақ қатынастарына біз анау айтқандай бір жау ұдай жау болып тұрған, бір-бірімен чеп құрып соғысып тұрған тұрғыда қарастырмауымыз керек. Болған неше рет соғыстар болды. 1635 жылғы соғыс, 1698 жылғы соғыс, 1712 жылғы соғыс, 1723 жылғы соғыс. Бұл ірі соғыстар. Сол Батыр Қонтайшының кезінен берімен қарай тарқата берейікші аға енді. Осы Жоңғар хандығының сол кездерде Цин империясымен қарым-қатынасы қандай болып еді аға? Сосын Цин империясы бұлардан қауіптенді ме? Алғашында. Қауіптенді, әрине қауіптенді.
Чин империясының өзінің амбициясы күшті болды ғой. Олар 1644 жылы Қытайды басып алды. Қытайды басып алғанның қарсаңында бұлар өвір моңғолдарын басып алған. Және қалқа моңғолдарының біраз жерлерін. 1697 жылға келгенде қалқаны басып алады. Және қалқаны қолдан бермеймін деп батыс қалқаны Қалдан Бөшікті хан соғысады. Қалдан Бөшікті ханның қазір атқа мінген үлкен мүсіні Қобда қаласында тұр. Монғолияның, батыс Монғолиядағы. Сол жерде ол мерт болады. Жұңғарға ол бүкіл жұңғарларды біріктіріп, Мәншин империясының Ежен ханның кеңеюіне, кеңеймешілігіне қарсы шыққан тұлға. Және оның кейінгі ізбасарлары да оған батыл қарсы тұрды. Бірақ ішінде өзінің жеке басының мүддесі үшін империя жағында болғандар да болды. Солардан қолдау күткендер де болды. Және оларға қарсы өзінің ұлттық ар-намысын, елдігін, мемлекеттілігін сақтап қалу үшін күрескен Әмір Сана сияқтылар да болды. Әмір Сананы әрине бүйтіп айтады енді оны. Ол өзі шығу тегі жағынан екі жақтылы ғой, біреулер қойыт дейді, біреулер қошыт дейді, біреулер чорос емес деп. Енді қалай дегенмен де тарих сол Әмір Санаға талдау сол Әмір Санаға түсті сол заманда. Сондықтан ол Қалдан Сереннің балаларын таққа шығаруды, соның ішінде әсіресе Давашыны таққа шығару үшін күресті. Давашыны таққа шығару үшін күресіп жүріп, Давашыны шығарды, бірақ Давашы оның өзіне қарсы болды. Өйткені ол бірден бір Жоңғарияның қаны болуды ойлады. Бірақ қазақ ордасына келіп қайтып бара жатқан кезде Давашы екеуі осы Жоңғардың қаны болсақ, мемлекетті қалай басқарамыз деп жаңағы асық ойнайды екеуі, бүйтіп асық. Соны сап, екеуміз тең басқарады екенбіз дейді. Тең басқару деген қай? Сол жерде екеуі келіседі, құшақтасып. Жерді бөліп алып, екеуі тең басқармақшы. Бірақ олай болмайды. Давашы таққа шыққаннан кейін бүкіл төрт ойратты өзінің басқаруына аламын деп. Бұған ол Әмір Сана қарсы болады. Әмір Сана барып, енді Пекиннен қолдау күтеді. Сенің император Сеніңнан. Сенің оған бүкіл ойратты саған беремін деп уәде береді. Бірақ шын мәнінде ойратты төртке бөліп тастайды. Төрт ойратқа төрт хан сайлап жібереді, тағайындап жібереді. Ал Әмір Сана төртеуінің ханы болғысы келеді, билеушісі. Ал Әмір Сана бүкіл Бату Құңтайшы секілді бүкіл төрт ойратқа ортақ, соның бас ханы болғысы келеді. Бұл хан құлағаннан кейінгі жағдай ғой? Жоқ, ханды құламай тұрған кездегі. 1754 жылы. Сәл бұрын. Сол кезде Пекинге барған кезінде оның алып қайтқан уәдесі Ежен ханнан, яғни Сенлің императордан. Бірақ қайтып келсе, жарлық басқаша орындалып кеткен. Ол кеп болғанша жетіп қойған, тағайындап жіберген. Содан бұл оған қарсы болады. Әмір Сананы айтып қалдыңыз ғой. Енді осы ретте қойып өтейін. Мына Жоңғар хандығы десек, бізге көп жағдайда Сыбаныр Абданды айтып өттіңіз. Мынау Қалдан Серен, сосын Әмір Сананың есімі бізге көп жағдайда етене таныс. Енді бірінші осы Қалдан Серенге тоқталып өтіңізші, бұл тарихта қандай адам болған, оның тұлғалық келбеті, сол кездегі Жоңғар хандығын өркендету немесе дамыту жолындағы еңбегі қандай болған? Бірінші осыған жауап берсеңіз. Қалдан Серен бұл да енді жаңағы Сенгенің 6-шы ұлы ғой бұл да. Түбі Бату Құңтайшының ұрпағы. Бұл да енді билік басында болған кезде 27-ші жылы билік басына келді ғой бұл. Қателеспесем, 27-ші ғой деймін. Содан бұл енді 40-нешінші жылға дейін, 45 па? Билікте болды. Дәл бұл енді Ақтабан Шұбырындыдан кейінгі кезең. Бұның кезі қазақ хандығымен өте бір кескілескен күреспен өтті. Бұл кезде қазақтар жаңағы бірнеше ірі шайқастарды бастан кешіп, негізгі соғыстағы инициативаны қолына алған кез. Қалдан Серен. Жоқ, қазақтардың.
қазақтардың. Иә. Дипломатия болған жоқ қой бұл кезде ешқандай. Жаңағы Бұланты Білеуті шайқасы, Шұбар теңіз шайқасы бірінші қазақтардың 27-ші жылғы, 29-ші жылғы Аңырақай шайқасы, кейінгі мынау не шайқасы, Шорға шайқасы. Осы шайқастарда қазақтар өзінің жерін, әсіресе Аңырақай шайқасынан кейін, Бұланты Білеуті шайқастарынан кейін қазақтар өзінің жерін қайтарып ала бастады. Және дәл осының кезінде Жоңғарияда үлкен бұлғақ басталды. Билік үшін тартыстар жаңағы. Сондықтан бұл өте бір қиын кезеңде өмір сүрген хунташы деп айтуға болады. Ал енді мына Әмір Санаға қатысты төрт ойраттың қаны болуды көздегенмен ар жақтағы империя оған келіспеді. Кейін түрлі қарсылықтарға шығады аға, қателеспесем. Бәрінде жеңіліс табады Әмір Сана. Солай ма аға? Жеңіліс тапқанда Чин империясының негізгі мақсаты жоңғар хандығын талқандау ғой. Жетекші идеясы болды. Оны Әмір Сананы таққа шығарайын, болмаса төрт ойратқа тағын берейін деген емес. Негізгі мақсаты Жоңғарияның жерін алу. Өйткені Жоңғария осы Мәншүн империясының іргек жаюында бірден бір қарсы болған күш. Екі ортадағы дейсіз ғой. Иә, батыста, солтүстік батыста. Бірден бір осыған тосалғы болған күш, осы қатты қарсыласқан осы ойраттар болды. Монғолдар онша қарсыласа алмады. Олардың бәрі Будда болып кетті ол кезде. Сонымен не болды? Жоңғар мемлекетін жою керек болды. Әмір Сананың бүлігінен кейін Шәннің патша жоңғар мемлекет жер бетінен жойылсын деген қатаң жарлыққа қол қойды. 300 мың әскер Жоңғарияны келіп талқандады. Мақсатты түрде. Мақсатты түрде. Әдейі келіп қырғыншылық жасады. Сол кезде жаңағы кімнің 3 рет қашып келген кез сол кез ғой. Оның алдында соңғы рет қашып келеді. Абылай ханға келіп паналайды. Иә, Абылай ханды паналайды ғой. Неге ұстап бермеді? Екеуі дос болды ма, қандай да бір саяси мүдде болды ма? Екеуінің арасында құдандалық байланыс болған дейді. Достық байланыс болған. Және Абылай хан менен кімнің арасында жеке өзінің қарым-қатынасында өшпенділік болмаған онша бір. Әмір Санамен. Әмір Санаменен. Ол бұрынғы қазақ хандығыменен соғысып жүрген жаңағы Қалдан Серен сияқты, Қалдан Сыбандыр Абдан сияқты ондай арадарында ондай кек болған емес. Және ол қазақ хандығымен тату көршілік қарым-қатынаста болған. Екі рет, оның алдында да 2 рет келіп кеткен. Екеуінің арасында құдандалық байланыс болған дейді. Құдандалық деген қалай сондағы? Қыз алып қыз беріскен. Екі жақта. Иә. Ол анау қызын берген дейді Абылай ханға дейді. Абылай хан оған қызын берген дейді, енді сөйтіп айтады. Соңғы келгенде енді бұл өзінің жеңілетінін, Мәншүндердің қыр соңынан түсіп ақыры қоймайтынын білгеннен кейін Ақшиде отырған, мына Ақшаулының бер жағында, Тарбағатайдың батыс мүйісінде Қожаберген батырдың ауылына келеді. Қожаберген батырдың ауылына келгеннен кейін Қожаберген Абылайға адам жібереді. Әмір Сана келді, не істейміз деп. Сенің ауылыңда тұра тұрсын дейді. Артынан жаңағы қуғыншылар кеп қалған кезде Әмір Сана айтады, мен енді осы бұлар менің қыр соңыма түсті, сарзызыме шөп салып жатыр. Шөп салып, мені ақыры ұстамай қоймауға бекініп отыр. Сондықтан енді мен бала шағамды сенің ауылыңда қалдырайын дейді. Қожаберген батырға. Әмір Сана. Әмір Сана. Сонда бала шағасын Әмір Сананың ауылына қалдырып кеткен деп айтылады. Қожаберген батыр Мәншүн архивтерінде айтылатын батыр. Абақкерейдің Шұбарағай руынан шыққан, соның 3-ші әйелі Жүзік дегеннің ден тарайтын 7 ұлы бар, Қожабергеннің. Сол 7 ұлдың біреуінің аты Қазақбай. Сол Қазақбай деген негізінен сол Әмір Сананың балалары дейді. Қазақ ішіне келіп қалып, қазаққа сіңіп кеткен. Шежіреде бар ма? Әмір Санада тастап кеткен. Шежіреде бар. Иә. Содан кейін кім өзі қашып, салт атпен қашып шығып, Абылайдың ордасына келіп, Абылайға келіп отырған кезде ана жауқилар артынан қайта бұған кісі салып, тапсырып бер деп ультиматум береді ғой қайта.
Син империясы. Син империясы бір емес, екі емес, екі үш рет. Сосын болмағаннан кейін Абылай бұны қайтарып беруге берем деп жаңа жауап беріп, әкеле жатқан кезде екі жақ кездесе бастағанда, анадардың адамы таяп қалған кезде бір төбелес болған сияқты, бір бұлқыныс болған сияқты, енді бұл бір спектакль. Анау қолдан шығып қашып кеткен қалады. Ертістен өтіп кетеді. Сол мынау қазіргі мына Доржигит, Семей, сол кезде Доржигит аталған тас мешіт, көне аты, сол тұстан өтіп кеткен дейді. Қайықпен, орыстар шебіне өтіп кеткен дейді. Содан ұстай алмай қалады. Енді әкеле жатты, міне осындай болды, міне ие бола алмай қалдық деген сияқты. Сөйтіп құтылған дейді ғой. Абылай тілін тауып отыр. Абылай әкеле жатыр, бірақ бір спектакль ойнатқан. Сөйтіп қашырып жіберген. Әйтпесе, сол жолы бұлар қатты келе жатқан, бұны ұстап алып қайту үшін. Және қазақ ордасына ең басты жаңағы шарт ретінде, мемлекет ретінде қалмауының, алғы шарт ретінде Әмірсананы ұстап беруді көлденең тартып келе жатқан кезде әңгіме осындай болған. Сөйтіп қазақ өз басына төнген қауіптен аман қалған. Әмірсананы тапсырып беріп құтылмақшы болып, екі ортада Әмірсана қолдан шығып кетеді. Айтады, енді ол көпті көрген алаяқ, міне бізді алдап қашып кетті, міне шамамыз келмей қалды дейді. Сонымен ол қашырып жіберіп отыр ғой. Қашырып, ана неге барып, Тобылский жаққа барып, сол жақта шешек шығып өлді дейді. Бірақ сонда да Әмірсананың өлігін сұратып алады ғой. Мәншің империясы. Өргөге. Мына Монғолия менен Қытайдың шекарасында Өрге деген қала бар. Сол жерге барып тексереді. Бұл жерде Абылай ханның қатысы жоқ. Бұл жерде Абылай ханның қатысы жоқ. Абылай хан сонан кейін Чың патшалығы менен Мәншің мемлекеті менен дипломатиялық қарым-қатынасын бастайды. Барлық мәселе шешіледі. Жоңғарлар жойылғаннан кейін қазақтар Мәншің империясымен шекаралас елге айналып қалды. Ендігі қарым-қатынас жоңғарлармен емес, Мәншің империясымен тікелей қарым-қатынасқа айналды. Ортада жоқ болды ғой енді. Және осы кезеңде қазақтар өзінің бұрынғы қолдан кеткен жерлерін сұрайды. Кезінде ойраттарға қолға кетіп қалған жерлер бар ғой, соларды сұрайды. Тарбағатай, Алтай, осы жерлер біздің Еренқабырға ата мекеніміз еді. Ұлы мәртебелі император қайырым жасап, бізге осы жерлерімізді қайтарып берсе дейді. Әңгімені көрдіңіз бе? Сонда мынау Іленің, Ертістің, Емілдің басы басталатын Іле, Алтай, Тарбағатайдың таулы алқаптарын, бүкіл Жоңғарияның жартысын қазақтар сұрап отыр. Бізге беріңіз деп. Расында осы жоңғар шапқыншылығы кезінде ойраттардың иелігінде ұзақ уақыт қазақтың қай жерлері, қай қалалары болды? Ұзақ уақыт иелігінде ұстап шапқыншылық кезінде. Негізінен оңтүстік, мынау Жетісу, Шу, Талас, Сайрамға дейінгі жерлер оқтын ойраттардың қолына кетіп қалып отырды. Қалалар да бар және. Қалалар. Өйткені бұл қалалы жерлер, негізгі өндіріс, қолөнеркәсіп, сауда дамыған жерлер ғой. Сондықтан бұл жерлерді қолға түсіруді олар басты нысана еткен. Ал енді мына Сарыарқа, оларды еділ қалмақтарымен жалғастыратын негізгі дәліз болған. Сондықтан бұл жерлерді де алып қалуды ойлаған бұлар. Негізгі дәліз ар жаққа кезіндегі. Сондықтан бұл жерге бұлар сіңіп кіріп, көп араласып қазақтардың ішіне кіріп отырып алған жағдайлар бар. Бүйтіп айтады ғой, Қарғаралы, Қызылтау, Абыралы, Шыңғыстау, Қозымаңырақ, Қоймаңырақ, арасы толған көп қалмақ деп. Сонда осы жерлерді айтып отыр. 12 қазылы ой түңдік дейді. 12 тау бар арқада.
12 қазылық ой түңдік, маңырап жатқан қой түңдік. Қайранда қайран қайран тау, талайға тиген пайдаң тау. Әкеміз күйеу болған жер, шешеміз келін болған жер деп айтатын. Осы жерлер. Қазақ тарихының, қазақ хандығы тұсындағы бір үлкен қасіретті жылдар бұл Ақтабан, Шұбырынды, алқакөл сылама, осы бір жоңғар шапқыншылығы уақытындағы үлкен бір уақыт. Осы кезде қанша қазақ қырылды аға? Қазақтың 3-тен 2-сі қырылды деп айтады ғой. Мысалы, Тұтқиылдан тиген үлкен соққы болды. Бұл 1712 жылғы қазақ жорығының қарымтасы. 1712 жылы қазақтар қарымта шабуылды өте жақсы ұйымдастырған Бөгенбай батыр бастап. Сол кезде қазақ қолының бас қолбасшысы Бөгенбай батыр болып сайланады. Қарауым құрылтайында Бөгенбай батырың сол қармаққа түре тиіп, оларды еңсеріп, жерін қазақтың азат етіп, біртілай оларды сүріп тастаған ол кезде. Біраз жерді азат етіп тастаған Бөгенбай батыр. Шапқан елін жерін. Ол кезде ашаршылық, жұт, қуаңшылық қабаттасып келіп, мал қырылып, сондай жағдай болған. Қиын. 12-ші жыл. Жұрт жеті ағайынды деген сияқты ғой. Иә. Бір ғана қиындық болды. Ал енді 12-ші жылдан кейін жаңа не болды? Тәуке хан қайтыс болды. 15-ші жыл деп айтады, 18-ші жыл деп айтады. Тәуке ханнан кейін қазақ хандығының берекесі кетті. Тәуке ханның тағына таласқан хандар көбейді. Сөйтіп жатқан кезде ішкі берекесіздік кезінде қазақ хандығы өзінің әлеуетін жоғалтып алды. Бірыңғай қол болмай қалды, әскер, жасақ бұрынғы. Бір Бөгенбай не істейді? Жан жаққа шапқылап, бәрін басын біріктіре алмады. Ол кезде қабанбайлар әлі жас, оларға қолында билік тимеген кейінгі батырлар. Олар кейін шықты ғой, 23-ші жылдан кейін шықты. Сол кездегі билерді де ел тыңдамаған. Үш биден басқа да көп билер болған қазақта. Ол үш шөген емес. Ол шартты түрде біз өзіміз ойлап шығарып алған нәрсе. Шын мәнінде қазақта сол кезде Ақтабан Шұбырынды кезеңінде соның алдында Тәуке ханның қасында жүрген Әнет бабаң сияқты билер болған әйгілі. Әнет бабаның 5 баласы соғыста қайтыс болған. Бір шайқаста ма? Жоңғарға қарсы соғыста, 23-ші жылғы. Сонда өзі 90-ның 7-сіне кеп жарықтық. Мен енді кетпеймін, осы далада, осы жұртымнан кетпеймін деп жаңа жұртта қалды дейді ғой. Сонда соны жоңғарлар келіп жаңағы найзалап өлтірген. 90 жүзге таяп қалған шалды. Соны кейін Көкенай батыр қайтайланып келіп, сүйегін тауып алып, арулап көмеді ғой. Тобықты Көкенай батыр. Қалқаман Мамырдың жырындағы Көкенай батыр ғой. Ана недегі Әнет баба сол айтылады ғой Қалқаман Мамырда. Сондай қиын жағдай болған қазақтың басына. Әнет бабаң жұртта қалған деп айтатын. Жұртта қалғанда ол Әнет бабаң көлік жоқ, адамдар қарамай етіп жұртта қалған жоқ. Ол өзі қалған жұртта. Саналы түрде. Саналы түрде. 90-ның 7-сіне кеп отыр еді. Мен қайда барам енді? Қу басымды сүйретіп. Осы жерде өлейін жауымның найзасынан. 5 баламды осы елдің отанды қорғау жолында бердім мен. Елдің де күйігі, өзінің де жеке басының күйігі бар ғой. Сол қалмақтың ашты найзасы, сол менің тәтті тәніме тиіп, мен содан өлейін деп. Балалардың күйігінен сол жерде өзін сол шапқыншылыққа берген адам. Халқына бір жағынан бір соның ерік жігерін біз әлі Әнет бабаның солай қалып қалғанын ермей. Бұл бір ғажап нәрсе, бір ғажап. 5 баласы соғысты өліп отыр. 5 баласын соғысқа, ел қорғауға аттандыру деген ойлап көрші. Ол кезде соғысқа 2-ның 1-ін алған. Жауға салма, жалғызды дейді ғой. Жалғыз болса алмаған соғысқа. Ал ол 5 баласын бірақ берген.
Жалғыз баланы алмау кезінде болды аға. болды. Қазақ Өйткені ана қалмауы сонда. ұрпақ құрып кетеді ғой. Екінің бірін алған, жалғызды алмаған. Кенже болса кенжені қалдыра ма қалай аға? Кенжені қалдырады, иә. Қалғандарын соғыс қалады. Бұл қазақтың әлі зерттелмеген әңгіме өте көп, тақырыптар өте көп. Иә. Енді мынау жоңғар хандығының жойылуына тоқталайықшы. Цинь империясы талқандады. Талқандалды. Сіз айттыңыз 300 мың әскермен келіп жойды, қырып кетті. Осы кезде қанша ойрат қаза тапты? Енді әскерден бөлек халық бар ғой енді. Және бұны кейбір тарихшылар геноцид ретінде Геноцид. бағалайды. Осыны тарқатып көрейікші аға. Енді тарқатқанда бұның айтады ғой. Ел толықтай қашып құтылғандар болмаса, негізінен қырғынға ұшыраған. Оларды қосақтап апарып, тау-тастың арасына апарып өлтірген. Сонда кейін қазақтар мына Жоңғарияға барады ғой енді, жоңғарлар жойылды енді, бұл жерде не бар екен, не қалды екен деп барғанда, малы аң болып кеткен екен дейді. Малдары қараусыз. Киіз үйлері тігілген жерінде қалған екен дейді. Бесіктегі баласы бесігінде жатып өлген екен дейді. Қариясы төсегінде жатып өлген екен дейді. Сүйек болып. Жері тусап кеткен екен дейді. Сонда өзің ойлап көр. Массовый қырғын болған ғой. Жаңағы қырылған адамдардың сүйектері жыра-жырада, жаңағы таудың шықпылында қалған адамның сүйегі. Қалғандар қашып құтылған. Қалқаға қарай, Ресейге қарай, басқа жаққа қарай қашып. Бас сауғалап. Шамамен қанша адам дейді тарихи деректер жобамен? 500 мың адам қырылған шығар. 500 миллион адам. Ал осы жоңғарлардың жойылуында қазақтардың енді Цинь империясынан бөлек салмағы қалай болды? Олардың жойылуына қазақтар үлес қосты ма дейсің ба? Иә, түбегейлі. Енді жаугершілік шапқыншылық берілді ғой, қазақтар айтып отырмыз. жалпы олардың бүкіл құрып кетуіне мүдделі болмаған. Мүдделі болмаған. Өйткені Абылайдың жаңағы әмір сананы қолдауы, Мәншің империясының шапқыншылығы қарсаңындағы әрі-сәрі жағдайда қалуы, оларға қол үшін беруге ниетте болуы, олардың барлығы, және Мәншің империясының әскеріменен тиіп қашып бірнеше рет соғысуы қазақ әскерлерінің. Бұл нені көрсетеді? Жалпы қазақтың Мәншің империясының шапқыншылығын қабылдамағандығы. Ойраттардың түбегейлі жойылып кетуіне мүдделі болмағандығын көрсетеді. Өйткені ойраттар болса, екі ортада бір буфер зона болар еді ғой. Буферлік мемлекет болар еді ғой. Ойраттар жойылып кеткеннен кейін, ол буферлік мемлекет жойылды. Қазақтар тікелей империямен бетпе-бет келді. Шекаралас болып қалды. Шекаралас болып қалды. Абылай ханның кезінде тұтқынға түсетіні бар ғой, жоңғарларға. Кейін босауы, бұл қалай болған? Енді сөз арасында өзіңіз де айтып отырсыз ғой, кейде тұтқынға түскендерді босататын деп. Бұл белгілі бір дала тәртібі шығар, заңы шығар. Енді кім біледі? Десе де Абылай хан неге босатылды? Абылай ханның босатылғанын мұна Мәшһүр Жүсіптің қолжазбасында жақсы айтқан. Иә, сол енді көрермендерге жетсе. Мәшһүр Жүсіптің есінде жаңағы Қалдан Сереннің Абылайды сынайды ғой. 3 рет сынайды. Жаңағы есіктен алып кіргенде төрде тұрған бос таққа бос тұрады. Абылай хан келіп отыра қалады. Қолында кісені бар. Сонда алшаңдай басып келіп төрге бос тұрған таққа келіп отыра қалады. Бұл бір. Сонда ойлайды, бұл тектінің тұқымы қанша дегенмен. Тек ата-бабасынан Қаракөктің тұқымы екен ғой. Бұл бос тұрған таққа мен отырмағанда кім отырады дейді. Бұл сөйтіп бір түйіп тастайды. Енді сосын аш қамап қойып
жаңағы қара суға тоңмай салып әкеп береді. Соны ішпей, жемей, жаңағы сапты аяғымен аспанға бір-ақ ақтырады. Ода да ойлап қалады. Егер қараша қауым болса, бұл тексіз болса, тоңмайды жеп, ана қара суды шереді. Бұл оны шашып жіберді, төкпеді. Бұл да бұның тектілігі деп. Абылай хан танымайды ғой сонда ол кезде. Енді таныса да танымаса әдей сынап отыр ғой мындай. Соның ең соңында арыз арманың бар ма дегенде жаңағы. Мен қан майданда жүріп, шайқаста, жекпе-жекте қолға түсіп, осында кесем бір жөн еді. Мен далада аң аулап, ұйықтап жатып, қолға түстім. Осыған өкінем дейді. Одан басқа не өкінішім бар еді. Осы беті о дүниелік болып кетсем, халқымды ойлап өкінем. Халқымды бір орталыққа біріккен қуатты мемлекет етіп құра алмай кетіп бара жатырмын. Қару-жарақ өндіретін, әлеуетті, осындай күшті отырықтанған ел қылып құра алмай кетіп бара жатырмын. Қала салып. Соған өкінем. Халқыма қызметім әлі өтеліп болған жоқ дейді. Сөйтіп, сонда сол айтқан сөздеріне жаңағы мойынсал болып, бұны қайтарады. Бұл сөздің жүйесіне жүгіну. Енді бір деректерде бұны жаңағы орыс елшісі Миллердің арағайындығымен босап шыққан деп айтады енді. Түрлі болжамдар бар. Бірақ жалпы ханды өлтіру, жалпы бұрынғы көшпенді өмір салтында мінәсіп нәрсе емес жалпы. Өйткені билік басында отырған адам өзінің тағдырынан алаңдайды. Ертең анаған жасаған өз басыма келеме деп ойлайды. Хан ол жаратушының, көктегі көк тәңірдің, жердегі көлеңкесі, соның әміршісі деп қарайды. Мұны далалықтар берік сақтады ғой? Берік сақтаған. Сондықтан оның жанына зәбір беру, оны қинау, оны өлімге қию оңай аспақ шаруа емес ол. Қытай императорының өзі де қолы батпаған түрік қағанына. Бұл осындай бір қағидат бар. Мені бір нәрсе қызықтырып отыр. Тұрсынхан аға, сол кездегі ойраттар мен қазақтар қалай түсіністі бір-бірімен сөйлескенде? Қай тілде? Бірін-бірін ұғына түсіне алды ма бұлай сөйлескенде? Түсіне алды, өйткені ол кезде тілдің, мен ойлаймын, 60%-дай сол кезде бірін-бірі түсіне алған. Кәдімгі еркін сөйлесе әңгімелесіп, бірін-бірін түсіне береді. 50-60% түсінген бір-бірін. Енді жоңғарлардың әскер турасында айтып өттік қой. Жоңғарларда отты қару болды, аға. Отты қару болды. Бұлар сол замандағы әскери жаңа технологияны, осы отты қаруды қалай игерді? Ол 1723 жылы қазақ хандығына қарсы соғыс жасаған кезінде олар отты қаруды пайдаланған. Түйеге артқан зеңбіректерді пайдаланған. Алғаш, Иә. Соған мына орыс швед соғысында қолға түскен Ренат деген офицер сол Жоңғарияға сүргінделіп, осы Жоңғарияға келіп, сүргінделмес, сол орыстардың экспедициясының құрамында жүріп, Зайсан көлінде бұл қолға түседі. Кемеден. Сонда ойраттар оларды өзіне апарып, оны қолыңнан не өнер келеді дегенде, ол жаңағы қазақ хандығына қарсы соғыс қажет үшін сол кезде қол өнершілерді жинап жатқан кезі сол зеңбірек жасай аламын деген. Сол зеңбірек жасаған. Құйып кәдімгі. Бұл кезде қазақтарда болған жоқ? Қазақтарда болған жоқ. Қазақтарда от қару болды. От қару Тәуекел ханның кезінен бастап 1600 жылдарда қазақтар ептеп қолдарына
от қару ұстаған. Зеңбірек бөлек дейсіз ғой. Зеңбірек бөлек. От қаруды Аштарханнан, Омбыдан, Орынбордан, содан кейін жаңағы мына орыс бекіністерінен, содан кейін неден, Бұхардан, Самарқаннан саудагерлер арқылы сатып алып жүрген. Мылтықтың жаңағы ұзын мылтық, түзу мылтық, мысық құлақ мылтық, жаңағы жең мылтық дейді. Әртүрлі мылтықтар болған. Жезайыл дейді. Осы сияқты мылтықтарды қазақтар ептеп байланып жүрген. Білтелі мылтықтар. Қорғасын қара дәрімен атылатын. Бағана сұхбат барысында Қалмақ хандығы деп қалдық қой мынау. Ресей жақтағы шет жағасын айтып өттік. Расында бұлар кімдер еді, қалай болды, қалай құрылды? Қалмақтарды мен жаңа айттым ғой бұларды. Негізінен Жоңғариядан кеткен. Бұлар мына Хорулық дегеннің басшылығында кеткен 1600 жылы. Онан кейін бұларда бірнеше хан болды. Моншақ хан деді. Моншақтың ар жағында екі хан бар тағы да. Моншақ ханның ұлы Аюке хан. Бұлар енді негізінен кейін келе осы Ресей тарапқа қызмет еткен. Бұлар. Ал енді оны қабылдамағандар кезінде Ресейдің бодандығын қабылдамайтындар, қабылдағысы келмегендері 1771 жылы Жоңғарияға қайта көшіп келді ғой. Қайтадан кері. Шаңды жорық деген. Шаңды жорық оқиғасында. Қазақтың жері арқылы, Қазақтың жері арқылы. Сол кезде қазақтар бұлардың алдынан шығып енді. Бұлардың да қазаққа көрсетпегені жоқ. Мысалы, бұлар ойраттар шығыстан шауса, бұлар батыстан шауып қазаққа күн көрсетпеген ғой. Екі майдан дейсіз ғой. Орыстар бұларды қолжаулық ретінде пайдаланған. Қазаққа қарсы. Арандатуға пайдаланған. Ал сол жаңа сіз айтып отырған 1771 жылы кейін қарай көшкен қалмақтарды қазақтар түгелдей қырып жіберді ме? Қалай болды аға? Жоқ, оларды түгелдей қырып жіберген жоқ. Олардың негізінен 3-тен 1-і Жоңғарияға жеткен. Қалғандары жолда қырылған, түрлі қиыншылықта жаңағы қазақтың ішінде қалып қалған. Содан кейін аштан, қиыншылықта өлген, суықтан өлгендері бар. Соғыста өлгендері бар. Жалпы толық жете алмаған. 3-тен 1-і жеткен әзірге. 71 жылы. Сізге қоятын соңғы сұрағым, енді мынау Жоңғар хандығы жойылды, аман қалғандары бас сауғалап кетті. Жалпы осы қазақтың арасына еніп кеткен ойрат бар ма? Көп қой қазақтың ішінде ойраттан. Жаңағы неше түрлі қалмақ деген рулар бар қазақтың ішінде. Қыз қалмақ дейді, бала қалмақ дейді. Көз көп. 5 қалмақ бар қазақтың ішінде. 5 тайпа бар. Қалмақ атымен аталады. Бұлар Қазір аузыма түспей отыр. хандық жойылғаннан кейін еніп кеткендер ме? Қалай? Жоқ, сол кезде қазақтың ішінде. Бұрын жаңағы келе жатқан, еділден келе жатқандар қайда кетті дейсің. Соларда қазаққа ел болайық деп жалынғандар. Сол қазақтың ішіне сіңіп кеткендері бар ішінде. Ал бұрын анау Күнделең тайшының кезінде, Абылай тайшының кезінде келген қалмақтарда қазақтың ішіне сіңіп кеткен. Әр кезеңде бар дейсіз ғой. Олар жалпы Жоңғария менен Күнделең тайшы мен Абылай тайшының елі Жоңғария мен еділ қармақтарының арасында сабылып жүрген осы далада. Ары бері көшіп. Сондықтан олар қазақ ішіне сіңіп кеткен. Әңгімеңізге рахмет. Рахмет өзіңе де. Өзіңізбен сұхбаттаса отырып, мынау Жоңғар хандығының құрылуы, құлдырауы турасында біраз жайтқа қанықтық. Бүгін бізде қонақта болған белгілі тарихшы, тарих ғылымдарының докторы Тұрсынхан Зәкенұлы. Тағы да өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Біз өздеріңізбен қоштасамыз. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.